Енді сол бір шақтарда жастай 19 жасымда күйеуге шықтым. Ата тегіміздің салт дәстүрі бойынша мен де үйімнен кетіп апамның шаңырағынан сол бір шаңыраққа түстім. Бір отбасында 3 ұл екен, қызы жоқ. Сол үйге қыз болдым. Және де ең үлкеніне шықтым. Ол бір жақсы азамат болды негізінде, өте керемет, мені сыйлайтын, құрметтейтін. Өмірінің ақырына дейін 34 жылдық өмірімізде қысқа нұсқа бақытты бола білдік. Мені аялай білді, жарым деп аймалай білді. Балаларына жақсы көзқараспен қарады. Ата енемді жақсы білімді адамдар. Енді өз деңгейінде олар да барынша тәрбиесін беріп, бағыттарға қарай бізді жетелей берді де. Енді енем қатқылдау кісі болды, өзінің тәрбиесін берді. 5 жыл сол кісілермен бірге тұрдық. Өте күрделі уақыттарда болды, сынақтарда болды. Қаншама басымыздан тағдыр тәлкегі өтті. Енем аяқ астынан ауырды, рак болды. Сол аралықтарда енді мазасыз болғаны да бар, сөйлеуі да бар, ренжітуі да бар, сөз сүйектен өтеді, барлық нәрсені көріп өстік. Бірақ мен оған ренжіп, я болмаса қабағымды шытып, сіз осылай маған жасадыңыз демедім. Себебі басыма осы бір ақ орамалды салып, мені келін қылып алғаннан кейін мен ол үйге ата-анам берген тәрбиені бастысы жеткізу болды. Және де ол кісілермен бірге тату-тәтті болып, қалай болғанда да қарым-қатынасты түзей біліп, сондай тығыз байланыста болу керегімізді түсіндім. Себебі дүниеге ұлым келді, арасы 3 жылдан кейін қызым келді. Қызым келгенде айттым ғой, отбасыларында қыз бала жоқ, қатты қуанды. Бірақ біздің қызымыз сол бір Аллахтың қалауымен, бұйрығымен барлығымызды осы бір Алланың жолына шақырған, бұлар ерекше болып дүниеге келді. Соны емдету барысында енем де емшектен рак болып ауырып, ауруханаға түсті. Оны емдеттік. Кейін енеміз қатты ауру асқынып кеткеннен кейін жүре алмай қалды. Керемет өмір сүргендігін қағазға түсіріп жазып, мені ренжіткендігі туралы кешірім сұрап, сол бір өмірімде ешкімге ренжімеуімді сұрады. Өмір болғасын бәрі болады. Осы бір сынақтардан сынбай жолдасымыз екеуміз өтіп келе жаттық. Арасы 6 ай, енем 1,5 жылдан кейін қайтты. Арасы 6 айдан кейін атамыз дүниеден озды. Біз